Шыншылдық. Күмәнді нәрседен бойыңда аулақ салып, күмәнсіз болғанын таңдағын. Расында шындық жан тыныштығына бөлейді, ал өтірік көңілге күмән ұялатады. Расында шыншылдық ізгілікке, ал ізгілік жұмаққа жетелейді. Кісі әрдайым шыншыл болып, оны өмірлік ұстанымы қылса, Аллахтың құзырында шыншыл деп жазылады. Шын мәнінде, суайттық азғындыққа, ал азғындық тозаққа жетелейді. Кісі үнемі жалған сөйлеп, өтірік айтуға әуестенсе, соңында Аллахтың құзырында өтірікші кәззап деп жазылады. Тақуалық. Уа Аллах тағалам, бір өзіңнен тура жол, шынайы тақуалық, арлы да ынсапты болуды және көңіл байлығын сұраймын. Аллахтан қорқыңдар, еш уақытта тақуалық шеңберінен шықпаңдар. 5 уақыт намазды оқып, Рамазан айында ораза ұстаңдар. Дүние мүліктеріңнің зекетін беріңдер, басшыларыңа бойсыныңдар. Осы айтылғандарды бұлжытпай орындайтын болсаңдар, сөзсіз Раббыларыңның жәннатында кіресіңдер. Сауылған сүттің желінге қайта кірмейтіні секілді, Аллахтан қорқып көз жасын көл қылған адамның да тозаққа кіруі мүмкін емес. Сондай-ақ, Аллахтың жолында жүргенде көтерілген шамың мен тозақтың түтіні еш уақытта бірікпек емес. Тәкаппарлық. Жүрегінде шаңның тозаңындай тәкаппарлық болған адам жәннатқа кіре алмайды. Шынында Аллах тағала жәмил, әрі көркемдікті жақсы көреді. Ал тәкаппарлық ақиқатты мойындамау мен өзгелерге мұрнын шүйіріп қарау. Қиямет күні Аллах тағала 3 түрлі адаммен мүлдем тілдеспейді. Оларды күнәларынан тазартпайды және оларға мейіріммен қарамайды. Сондықтан да олар өте ауыр азапқа душар болады. Олар зинақор шал, кәззап патша және тәкаппар кедей. Тәубе. Уа адамдар, Аллахқа тәубе етіп, жарылқау тілеңдер. Расында мен дағы күніне 100 рет тәубе етемін. Құлы тәубеге келген сәттегі Аллах тағаланың қуанышы, қайсы біреулеріңнің шөл далада жоғалтып алған түйесін ойламаған жерде кезіктірген сәттегі қуанышынан әлде қайда күшті. Аллах тағала күндіз күнә жасаған құлы тәубе етсін деп, түнде кешірім қолын ашады. Сондай-ақ түнде күнә жасаған құлы тәубе етсін деп, күндіз кешірім қолын ашады. Осылайша Аллах тағаланың тәубе етуші құлдарын жарылқауы күн батыстан шыққанға дейін жалғасады. Кімде-кім күн батыстан шыққанға дейін тәубесіне келетін болса, Аллах тағала оның тәубесін қабыл етеді. Расында Аллах тағала құлының дәм тұзы таусылып, шыбын жаны алқымына келіп, тірелмейінше жасаған тәубесін қабыл етеді. Адам баласы бір сай толы алтыны болса да, оны азырқанып, тағы да дәл сондай бір сай толы алтыны болғанын қалайды. Оның көзі көрге кіргенде бір уыс топыраққа ғана тояды. Аллах тағала аш көздік, сараңдық сынды жағымсыз қылықтардан арылып, тәубеге келген құлын жарылқап кешіреді. Аллах тағала бәрін көріп, бақылаушы. Қай жерде болсаң да, Аллахтан қорқып, бұйрықтарын орындап тыйымдарынан сақтан. Әрбір күнәнің артынан дереу оны жуып шаятын жақсылық жаса. Адамдармен қарым-қатынаста көркем мінезді бол. Аллахтың хақысын сақтағын, сонда Аллах тағала да сені сақтайды. Еш уақытта Аллахты жадыңнан шығарма, сонда ол да қиын сәттерде қасыңда болады. Қалауың болса, тек Аллахтан тіле. Жәрдем керек болса, оны да жалғыз Аллахтан сұрағын. Біліп қой, бүкіл адамзат жиналып, сен үшін қандай да бір пайда келтірмек болса, Аллахтың маңдайыңа жазғаннан артық пайда келтіре алмайды. Сондай-ақ, күллі адамзат баласы жиналып, саған қандай да бір зиян тигіземіз десе, Аллахтың жазғаннан артық зәредей де зиян тигізе алмайды. Өйткені адамның тағдырын жазатын қаламдар әлде қайшан тоқтап, парақтар сиясы да кеуіп қалған. Нағыз ақылды, әрдайым өз-өзін есепке тарта отырып, ізгі амалдар жасап, өлімнен кейінгі өмірге қамданған адам. Ал нағыз бейшара, тойымсыз нәпсінің қалауына ерік беріп, соған қарамастан, о дүниеде ізгілермен бірге болармын деп, Аллахтың мейірімінен үміт еткен адам. Мұсылманның діндегі кемелдігінің белгісі өзіне қатысы жоқ нәрселерден
бойын аулақ ұстауы. Аллахқа тәуекел етудің маңыздылығы. Егер Аллахқа шынайы түрде тәуекел ете білсеңдер, Хақ тағала сендерді таңертең ұясынан аш құрсақ ұшып шығып, кешке жем сауы толып оралған құстарды ризықтандырғаны секілді ризықтандырар еді. Жатар алдында: «Уа Аллах тағалам, шексіз мейіріміңді қалап, қаһарыңнан қорқып, өзімді бір өзіңе бағыштадым. Жүзімді саған бұрып, күллі ісімді саған тапсырып, бір өзіңе арқа сүйедім. Өзіңнен басқа қамқор да, пана да жоқ. Түсірген кітабыңа және жіберген пайғамбарыңа иман келтірдім», деп дұға жасағын. Егер осы дұғаны оқып жатқан түні кенеттен о дүниеге аттансаң, әу бастағы пәк табиғатыңа сай иманды болып өтесің. Ал егер аман есен таңға жетсең, жақсылыққа кенелесің. Соңына дейін тыңдағандарыңызға көп рахмет. Арнама жазылып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар.